Сәлем балалар, менің атым Сара, мынау менің күшігім Сим. Бүгін балалар 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Сим, анам оянған болар, барып бірге құттықтайықшы. Анашым, мерекеңізбен. Рахмет, қызым. Мен жұмысқа барып келейін. Ал сен Сим екеулерің үйде қалыңдар. Жарайды, анашым. Балалар, мен анашыма қандай сыйлық жасасам болады? Мен білемін. Мен анама торт пісіріп беремін. Балалар, сендер маған торт пісіруге көмектесесіңдер ме? Бірақ маған торт пісіру үшін бірнеше заттар жетпей тұрған секілді. Суретке қарап, қандай заттар жетпей тұрған атаңдаршы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Маған 3 жұмыртқа, 2 жаңғақ және жүзім керек. Сендер тапсырманы дұрыс орындағандарың үшін сендерге мынадай сыйлық беремін. Ал енді балалар, мен керек заттарды алуға барайын. Сендер менімен бірге барғыларың келе ме? Ой, Сим, қарашы, біздің аулада Ара жүр. Ара, сен қайдан жүрсің? Адасып қалған жоқсың ба? Иә, мен адасып қалдым. Достарымды таба алмай жүрмін. Маған көмектесіңдерші. Балалар, сендер Араның достарын көріп тұрсыңдар ма? Онда Араға достарына жету үшін деп айтыңдар. Рахмет, балалар. Біз енді үйімізге кеттік. Балалар, сендер тапсырманы орындағандарың үшін тағы бір сыйлық беремін. Сим, енді жолға шығайық. Ой, балалар, мына жолды жауып тастапты. Маған жолды ашуға көмектесіңдерші. Ол үшін апайларыңмен бірге суреттегі артикуляциялық жаттығуларды жасаңдар. Жарайсыңдар, сендердің арқаларында бұл кедергіден өттім. Сол үшін сендерге тағы бір сыйлық беріледі. Менің аяғым шаршаған сияқты. Сим, аялдамаға барып автобусқа мінсек қалай болады? Автобусымыз кешігіп жатқан сияқты. Уақытты текке өткізбес үшін ән салайық. Жа, Асан мен Үсен бажа. Жу, ыдысты тазалап жу. Аш, әне тұр біздің гараж. Иж, әдемі қала Париж. Жарайсыңдар, балалар. Менің күткен автобусымда келіп қапты. Әнді жақсы орындағандарың үшін сендерге тағы бір сыйлық беріледі. Сим, автобустан түсіп, жаңғақ ағаштарына шейін жаяу барайықшы. Балалар, бізге неше жаңғақ керек еді? Дұрыс айтасыңдар, 2 жаңғақ керек. Ал 2 жаңғақ қай ағашта өсіп тұр? Дұрыс. Сим, біздің бойымыз жаңғақты теруге жетпейтін сияқты. Ол үшін біз ағашқа жорғалап мінетін жәндікті көмекке шақырайық. Бауырымен жорғалайтын, өзі арқан жіпке ұқсайтын, улы, ұзын жәндік қалай аталады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жылан деп аталады. Олай болса, балалар,
бәріміз бірге жылан деп айқайлайық. Жылан. Сәлем, жылан. Бізге сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Бізге жаңғақталуға көмектесесіз бе? Көмектесейін. Тек менің бір шартым бар. Сендер менің жұмбақтарымды шешкен кезде ғана мен сендерге жаңғақтарды алып беремін. Жұмбақтардың жауабы Ж дыбысынан басталады. Бірінші жұмбақ. Ағайынды бәрі шықса жасыл, түссе сары. Ол не? Дұрыс. Жапырақ. Екінші жұмбақ. Күндіз бәрі қашады, түнде аспанды басады. Ол не? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жұлдыз. Жұмбақты жақсы шешеді екенсіңдер. Сол үшін сендерге тағы бір сыйлық беремін. Ой, мында жүгері жүр екен. Жүгерімен амандасайықшы, балалар. Сәлем, жүгері. Сен қайдан жүрсің? Мен сіңліме мейрамға сыйлық алып едім. Ол не екенін білу үшін Ж дыбысын жіңішке түрінде машықтандыруларың керек. Мен сендерге оны не зат екенін айтпаймын. Тек қана суретін көрсетемін. Ал сендер оның не екенін атаңдар. Балалар, мына суреттегі қандай зат? Дұрыс айтасыңдар. Жемпір. Жемпірде ненің суреті бар? Дұрыс. Жүрек. Сыйлығың әдемі екен, жүгері. Сіңіліңе ұнайды деп ойлаймын. Рахмет, Сара. Сау бол. Сим, біз жүзім өсетін баққа келіп қалдық. Жүзімді алып, тезірек тауыққа барайық. Тауық бізге не береді, балалар? Жарайсыңдар. Тауық бізге жұмыртқа береді. Сәлем, тауық. Бізге торт пісіруге жұмыртқа жетпей тұр еді. Бере аласыз ба? Қып. Мен жұмыртқаны тек Ж дыбысын сөздердің ортасында машықтандырған кезде ғана беремін. Қып. Онда, балалар, тапсырмамызды орындап, жұмыртқаны алайық. Қып. Бірінші тапсырма. Мына заттарды ата. Олардың ішінде қайсысы артық? Қып. Дұрыс. Артығы алжапқыш. Ал мына заттарды білесіңдер ме? Қып. Бұл заттардың ішінде артығы қайсы? Бұлардың ішінде артығы ожау. Мына суреттерді атаңдаршы. Қып. Бұл суреттердің ішінде артығы қайсы? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Артығы әже. Жарайсыңдар, балалар. Қып. Сендерге жұмыртқа беремін. Тамаша, балалар. Сендер ақылды екенсіңдер. Сол үшін сендерге тағы бір сыйлық беремін. Ал енді, балалар, сендерде барлығы қанша сыйлық болғанын санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Барлығы 5 сыйлық болыпты. Ал енді, балалар, осы сыйлықтармен
және алған заттарымызбен бірге үйге барып тезірек торт пісірейік. Балалар, мен торт пісіре берейін, ал сендер мына суретке қарап әңгіме құрыңдар. Ал енді мен сендерге тортты қалай пісіргенімді айтайын. Алдымен ұн, ашытқы, құмшекер, жұмыртқа, жүзім және жаңғақты алып тазартамыз. Сонан соң барлығын бір ыдысқа салып араластырамыз. Және соңында пешке салып пісіреміз. Сонан соң балалар, бір шама уақыттан кейін тортты пештен аламыз. Міне осылайша балалар, сендер суретке қарап әңгіме құрып жатқанда тортымыз да дайын болды. Бұл тосын сыйға анам қуанып қалатын болды. Балалар, сендерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше!